Қайырлы күн, құрметті оқырман, қалыңыз қалай? Бүгін мен көз тию аңыз ба, әлде шындық па ара жігін ажыратып беретін боламын. Халқымызда балаңның маңдайына күйе жақ, шашыңды байлап қой, сәбиіңнің киіміне көзмоншақ тақ, ішкі киіміңді сырт айналдырып ки, сонда біреудің көзі өтпейді деген түсініктер бар. Көз тию дегеніміз не? Көз жақсы адамға, жас сәбиге, жүйрік атқа, әдемі қызға тиеді деп қазақ халқымыз болжаған. Көз тию бір балаға немесе қызға, тіптен ересек адамға қарап, оны мақтаса, ол адамға әсері тиіп, тіпті ақ халатты абзал жандар да көмек қолын соза алмауы мүмкін. Адамзаттың ардақтысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көз тию бұл әл-хақ, ойдан шығарылған емес, өмірде шынайы құбылыс деп айтқан. Бір хадисте көз тию ақиқат, ол түйені қазанға, адамды қабірге түсіреді делінген. Кашфул хафа 2:17. Құранда кезінде Жүсіп пайғамбар алейхиссаламның әкесі Жақып пайғамбар алейхиссалам өзінің балаларын Мысыр еліне жіберіп тұрған кезде оларға былай дейді: «Уа балаларым, Мысырға бәрің бір қақпадан кірмеңдер, бөлек-бөлек қақпадан кіріңдер. Не істесем де, Алладан келген тағдырды өзгертуге шамам жетпейді. Өйткені ақиқатында үкім беру тек қана Аллаға тән». Жүсіп сүресі 67 аят. Мынадай дәлел деректерден кейін бұл адам алейхиссаламнан, яғни адамзат баласы пайда бола бастағаннан бар екенін білеміз. Бұл шындық. Хақ дүниеге оңды-солды қарап, басты назар аудармасақ, өзімізге кесапат кесірі тию айдан анық екені мәлім. Көз тию бұл әп-сәтте. Сондықтан да сөзден, көзден аса сақ болып, мұқият болып, өздеріңізді сақтап жүріңіздер.